Бұл майды, мынандай таза майды қазақта шыны май дейді. Мынаның дәмі кәдімгі жіліктің майы сияқты. Жіліктің майының дәмі дәл осындай болады. Мен сіздерге жаңағы жүректің үлпешек майынан бір тағам көрсетемін. Жас кезімде шешем істейтін. Әкем жүрегі ауырып жүргенде сол емшіге барған, врачқа барған ба, емшіге барған, сонда айтыпты, ненің жылқының үлпершегінен осындай тағам істеп бер, аш қарынға бір тілім бересіз деп. Содан шешем соны істеді. Сол жас кезімде мен көргем, соны сіздерге көрсетейін. Міне май керек, жаңа үлпершек майы, сосын шек, тұз, сосын қара бұрыш. Бірінші майды турап аламыз, сақтап майды тураймыз. Міне майымыз турап алдық, енді тұздаймыз. Тұз саламыз. Енді бұрыш саламыз. Міне қара бұрыш, басқа ештеңе салмайды. Қара бұрыш, тұз. Енді қазір осыны шекке тығамыз. Жаңағы майдың бәрін шекке салдық. Енді қазір аузын бекітіп, міне шұжық сияқты болды. Аузын бекіттік. Енді 2 сағатқа қайнатамыз. Міне енді жарыл неғып кетпесін деп салардың алдында тесеміз 1-2 жерден. Міне деп саламыз. Енді 2 сағаттай қайнайды. 1-2 сағат қайнатамыз. Манағы істеген үлпершек майымыз дайын болды. Қазір көреміз. Ал енді көрек Света, қалай болды екен үлпершек майымыз. Мұнысын алып тастаймыз. Енді бұл таза май чистый. Ажағын көрсетсіз. Ал, көрек. Ал, кәні көрек еді дәмін. Бісміллә деп. Май ғой енді. Чистый май, таза. Бісміллә. Тамаша. Қазының майы сияқты. Қазы. Таза май болғасын шығар, қазының. Бұл майды, мынандай таза майды, қазақта не дейді? Стекло. Шыны май дейді. Мінекей тап-таза. Күшті, шында да таңертең аш қарынға жеуге болады. Неге таңертең аш қарынға берген сонда? Соны білмедім. Қалай аш қарынға берген? Сол бір тілімен аш қарында жейді әкем. Күшті, тамаша. Дәмді. Мынаның дәмі кәдімгі жіліктің майы сияқты. Жіліктің майының дәмі дәл осындай болады. Дәмі керемет, жіліктің майы сияқты.